кеткен жоқпын дейді. Қарасам, Нона отыр Серіктің машинасында. Нона алдына отырып. Ойланып тұрдым да, Серік алыстан, ол кезде қатты қорқамыз ғой, өсекшілер сондай дегеннен қатты қорқып жүрдік та. Серік Нона эфирға, Альмираға біреуге айтып береді деп машинадан түсіп, алло деп трубканы алып отыр ғой. Мен оның бәрін көріп тұрмын. Сосын айтады, мені үйге апарып тастайсыз да, вам же по пути, тем более на улице дождь, в машине Нона, тебе не стыдно? Жоқ, қайдағы деп. Короче, Серік машинадан былш етіп отырып аламын. Нона маған бүйтіп қарайды, мен Нонаға бүйтіп қараймын. Сосын үндемейді. Бұл мен ешкімге айтпаймын деп қой, түсіндім да. Білем айтпайтын, айтқан кезде айта бер. Біз Серікпен жүрмейміз ғой. Ол просто менің ағам деп Нонаға мен сол кезде сөйтіп әңгімені жылжымаймын ба. Серікпен ағам сияқты арамыз 14 жас, Нона не айтып тұрсың? Ұялмайсың ба, Нона деп. Короче, ана жерде миленькая болып отырамын. Потом Серік Нонаны по пути жолдан түсіп кетеді. И Серік екеуміз, Нона бұл кім дейді. Нона деген Қосылайықтың қатысушысы 3-ші сезондағы. И сөйтіп Нұрсұлу ғой. Екеуміз кетіп барадық. Мен ойладым, Серік мені үйге апаратыр екен деп ойласам. Сөйлім мен. Серік мені үйге апаратыр екен деп ойласам. Болды, келдік түс дейді. Сосын түсінбеймді. Қайда келдік деймін ғой. Мен тренировкама келдік дейді ол. Сосын мен, почему деп, короче, не понимаю. Мен 1-2 сағат далада жаңбыр ғой. Егер мен сені үйіңе апарсам, пробка болады. Пробкамен қайтқанша мен уже тренировканың уақыты бітіп кетеді. Поэтому мен тренировкаға кіріп шығамын. Сен күте тұрасың, потом сені үйге апарып тастаймын дейді ғой. Представляете, менен даже сұраған жоқ. Бұл мені күте тұрасың ба, күтесің ба? Мүмкін мен үйге асығып баратқан шығармын. Мүмкін мен тышқын келіп баратқан шығармын. Мүмкін мен қарным аш. Он ничего не спросил, просто в наглую алды да. Тренировкасын өзінің жағдайын жасап келіп алды. Ты тут посиди, ты меня подожди дейді. Жарайды, қанша сағат тренироваться етесіз десем, примерно плюс-минус 1 сағат деп қояды. Мен тұрмын да, жарайды, 1 сағат болса ештеңе емес, мен шыдаймын десем, 2 сағат болды. Мен сорлы бесплатно тамақтандырады деп соны ойлап отырсың. Қазір енді Серіктен шыққан соң ұяты бар жігіт шығар, тамақ ішетін шығар, Серік екеуміз. Он же все-таки мужчина деп отырмын. 2 сағатта мен көкем шығады. Нервым ұстап тұр ғой енді, мен до такой степени нервым ұстап тұр енді. Там не посидеть, даже отыратын жер жоқ, ребята. Жан деп отырып, потом, ты не устала? Деп өңшіп келатыр, Серік тренировать етіп алған. Нет, все нормально деп қоймын. Мен де жаңағы жерде типа тәрбиелей, бірдеңе қыз болып отырған бетімді. Нет, все нормально, все хорошо, потренируйся деп. Ё-мо, ішімнен пошамайтып, нерв шет отырмын. 2 сағат күттім. Эфирдан кейін біз 6 сағат былай тамақ ішпедік. 7-8 сағат мен тамақ ішкен жоқпын, ойлашы. Бейшара болып отырған кезде отқасың ғой, сол кезде байдан өлген қатын ұқсап. Потом барамыз, ол жуынады шайда деше көкем, душ принять етіп әдемі болып шығады. Мен тосып кеткем эфирда, макияж ағып жатыр после эфира. Жарайды, сабыр түбі саралтын. Значит, Құдай осында қалап тұр деп, спокойно не деп, Серік екеуміз мен жасқан жақта тұрдым, ол кезде аға жеңгемнің үйінде. Сояққа қарай баратырық. И жасқан жақта қайбір жетіскен саяхаттың түбінде бір қайбір керемет ресторан бар дейсіздер. Нормальный ресторан жоқ, бір кафешканың ішіне кіреді. Серік те сол кезде біледі ше, арам ше. Сояққа барайтып барамыз екеуміз. Іші прокуренный жер болады ғой. Темекі сасып кеткен. Сояққа кафешкаға отыра салдық. Енді менің үйімнің жаны. Басқа жаққа барайық десек уже алыс. Уже уақыт Серікті алға қайту керек. Сағат примерно қанша болды? 9 болып жатыр. Десе, шөліп кеттім. Сосын отырамыз, екеуміз тамақ ішіп, сөйтіп отырамыз. Сосын бір кезде көкем тамақ ішіп отырған кезде қарап отырады да, ты такая красивая. Деп бейді ма? Мен тұрдым, ой, ну что-то новое. Ты что, меня хочешь? Деп ішінде сондай өзімен ұрсырды да. Ты такая красивая. Деп маған бүйтіп ыңырсып отыр көкем. Мен өзім біртүрлі болып қалдым да. Енді біз біраз уақыт болды, мен мойындаймын. Маған еркек просто так келіп, бетіме қарап отырып, тамсанып, сен әдемісің деп айтпаған. И ана сөзден кейін мен действительно бір деп болады. Эмоции бүйтіп, пошумать, значит, я особенная. Я особенная в его глазах. Сол. Мен сөйтіп ойладым. Потом шығамын. Екеуміз тамақ ішеміз, әңгімені жібереміз. Мен тура осылай, мен көп сөйлеймін да, негізі. Неше түрлі история айтады деп. Серік мәз екен, сөйлеп үйге қайттық. Потом маған сол үйге қайтқаннан сообщение келеді. Я очень рад знакомству, типа, маған сен танысқан ұнады деп айтты. В общем, солай сообщение жіберді. Ол сообщениедан кейін, ойбай, потекла, затекла, вытекла болды. Құрсын, только потекла. Мен мәзім. Білексіз ғой дейді, рахмет көп, ішің толып қалыпты ғой. Ой, мен әңгімен деген былай жетеді менде. Шай болмай тұр ғой, шай болған кезде кетіп жіберетін. Потом, и сосын мен
ішім өртеніп баратыр. Потом бір кезде Нона Серікпен жақсы араласатын сол моменттері. Эфирде отқан кезде жаңағы не еді? Нона әңгімен айтпаймын эфирде. Диана ханым, Серік әйтеуір ойланып жүр, Серіктің басында бұлбұлдар ұшып жүр ма деп әңгімені бастайды, короче. Сөйтіп Серік екеуміз таныстық маған білдіреді, екеуміз танысамыз. Солай басталып кетеді отношениямыз. Canım oğlum, кішкентайым. И солай екеуміз